Еліміздің қалалары мен өңірлеріне сапар шеккен саяхатшылардың назарына ең алдымен не ілігеді? Дұрыс, әуежай. Дәл осы себептен Болат Өтемұратов қоры Верный Капитал компаниялар тобымен бірлесіп, Қызылорда тұрғындарына жаңа заманауи әуежай терминалын сыйға тартуды ұйғарды. Аты аңызға айналған қобызшы және композитор Қорқыт Ата есіммен аталады. Жаңа терминал Қызылорда тұрғындары мен қонақтарына жайлылық пен сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз ету үшін барлық халықаралық стандарттарға сай келеді. Терминалдың ауданы 7,5 мың шаршы метрді құрайды. Ол телескопиялық баспалдақты, багажды беру мен өңдеудің автоматтандырылған жүйесін, сондай-ақ транзиттік жолаушылар мен VIP клиенттерге арналған залдарды қоса алғанда, өзін-өзі тіркеу бағандары, duty-free аймағы, ана мен бала бөлмелері, медициналық пункт және кафе қарастырылған. Жаңа терминалдың ашылуының арқасында жолаушылар ағыны едәуір артады. Қызылорданың ұшу географиясы кеңейеді. Мысалы, Анталия Қызылорда жаңа халықаралық бағыты бойынша алғашқы рейс орындалды. Жақын арада Ақтауға жаңа рейс іске қосылады. Жобаның жалпы құны 35 миллион ақш долларын құрады. Дайын терминал Қызылорда қаласының коммуналдық меншігіне берілді. Қазақстанның болашағы үшін аспанға жол саламыз.